айтсаңшы, не істейінші? Мен анама сыйлық жасадым. Ал не сыйладың? Иә, көрсетші. Мен өзімді сыйладым. Охо, живой сыйлық. Мақтанған сынайын қара. Аяжан, біз мұнда анамызға қандай керемет сыйлық жасаймыз деп дауласып жатырмыз. Енді басқаша болмайды ғой, біз баламыз ғой. Анам құдай бере саған, алтыным, күнім деп асметіп, маған бәрін береді. Сондықтан өскенде бизнес-леди боламыз. Сонда зәулім есап берем. Бүкіл қаланы аралатам. Круглосветный путешествиеға шығарам. Мен анама алтын, күміс, бриллиант деп үлдемен бүлдеге орайым. Күнде бір тойға өткізем. Айға тіпті Марсқа шығарып апарам. Барлық жақсылықты көрсетем. Су секіндер, несін жүйсің? Қиял десе. Аяжанның арманы мықты. Қыздар, қызық қой. Аяжан секілді саяхатқа шығу менің де арманым. Қараңдар, Гавайи аралдары, Таиланд аралдары, Анталия жағалаулары. Бірақ месер қиялиді тоқтатып еді, екіншісі сайрады. Мен неге тоқтадым? Тоқтамаймын. Көрдім сендерді. Жеткізіп айтып жатқан ешкім деді. Аяжан қияли емес, бұл қазіргі заманның драйвын, кайфын айтып тұр. Сендер не білесіңдер? Ата қияли подарктарыңа кім қарайды? Айтшы. Қуады мыналар. Әне мәдіп, мәмә мәдіп. Пұстай өздер сатып берсін. Ата өзім подарктым. Қазіріңді өшіп, көргенсіз. Алубай, не істейсің? Кеуде көтересің. Ну, чмо, қолдарыңнан түксе келмей идея таппай бейшара болып тұрсыздар. Мен қазір көрсетем сендерге подарктың қандай болады. Қандай тәрбиесіз, шырқымызды бұзып, анасына обалайды. Жанашымай қалсын анасына. Бұл әдепсіздігін ішіне шәсіріп келген екен. Жарайды қыздар, оның жарасы жеңіл. Ақмарал кәсіге айтып, жиналыста тәртіпке келтіреміз. Шектен шыққан қылығы үшін бақылауға алынып, тіпті полиция жеріне отырғызамыз. Полиция маған да келеме, сеніке бақ кетеді. Қарасай қамақта отырасың. Есімізді шығарып мынау. Қыздар, анамызға сыйлық туралы не істейтін болды? Достар, менің ойымша бүгінгі мерекеде аналарымызға бәріміз сыйлық жасап қойдық. Сыйлық болғанда да ғажайып, тосыннан сый. Неге? Қалайша? Ол бұлай, бәріміз жүрегімізді ұстайықшы. Қойдым, не шықты? Таштыдап соғып батыр. Жүрек ол тазалық, баланың анасына деген ерке қылығы, мөлдір күлгені, кәусар жымиғаны. Біздің күнәдан пәк алаңсыз балалығымыз, достар, анамыз үшін тәңірім тарту еткен ғажайып сый. Біз әр күн сайын асыл ардақтымызға сиқырлы сыйлық жасап жүрміз. Біріміз мектепте үздік оқимыз, екіншіміз өнерде сешкен асымызды жерге қойға барымыз. Ал келесіміз спорттан тамаша жетістікке жетіп, жеңіс тұғырынан көрініп жүрміз. Осы бала әрекетіміз аналарымызға күнде, тіпті әрбір сәт, әрбір секундпен күлген күлкімізде аналарымызға үлкен бақыт сыйлаған мен тең. Ыстық құшақ иелері алтын аналар. Сіздердің әрбіріңіздің жүректеріңіз бала деп соғады. Біз сол үлкіден қуат аламыз. Нұрланып шалақында әсемденеміз. Бірақ, екі тотай, тентек мінезіңізбен кейде білместікпен кінәлі. Кіршіксіз атыңызға қаяу түсірдік. Кешіріңіз, Аслана. Сырғы қылықпен жаман әдістен құтылғам дейтін. Жылы жүздік ескен махаббат лебалында басым емін. Ардақты жан. Мен сіздің шуақ шашқан бір сәулеңізбін. Мен ана жүрегінен тараған нұрмын. Сіздің нұрлы жүрегіңіз бізді жаратты, өсірді, тәрбиеледі. Қолынан келеді, сізді қуандыратын бір сиқырлы сый жасайын деп ем. Жоқ, ол сиқырлы сый біздің балғын қолымызда жазылған. Анашым, мерекеңізбен сіз күліп жүріңізші. Деген бала көңілді ілтипат сезім екен. Ештеңеге қарамастан, ештеңеге мойынсынбастан, әр таңның арайлап атқан қалайтын асыл адам кім десе, мен мына жүрегімді көрсетем.
Бұл жүрек анам сылаған жүрек. Өткен адам болып, өмір сүріп, жер басып жүрген әрбір бала гауһардай асыл алдында қарыздар. Анашым, мен сізге күн жүрек сыйлаймын. Үлкен жүрек. Иә, қыздар, жүрек сыйлаймыз. Не қарайсыңдар? Күткен жоқсыңдар ма? Мен розыгрыш жасадым. Мәссаған алданып қалдыңдар. Жүректі ұшырдың ғой. Шынымен ұрадық қой. Қыздар, кешірімге шыққатты айтсам. Қыздар, вот так сюрприз. Біз алдандық, ал сіздерші? Алданған құрбыларым, мына жүректерді залда отырған нәтижені аналарымызға таратайық. Я айтпақшы достар, қазір көрермен залында отырған барша асыл аналарымызға арнап, осы сыйымызды табыстаймыз. Әдемі сөз анасақ та, адасымызбен де дәлелдейік. Қымбатты ұстаныналар, сіздер үшін дайындаған жалын театр ұжымының атынан жүрек сыйын қабыл алыңыздар. Міне, қараңыздаршы, енді керемет сый болды. Шынайы болды. Ендеше біз сіздермен сахна төрінде шын жүректен Қоштасамыз!